Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше ойдан жасалған тағамды ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, араластырып аламыз. Бір қасық тұзымызды саламыз, тағы да араластырып, үстіне жылы сүт құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. 2 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сүттің көлеміне қарай ұнды салатын боламыз. Біздің қамырымыз қатты қоймалжың болмау керек. Біздің қамырымыз осындай видеодағыдай болу керек, қолға жабысатындай. Қатты қою болып жатса, сәл-пәл сүт құйып араластыра қойыңыздар. Енді осыны 1 сағатқа қойып, сәл-пәл көтерілуін күтеміз. Мен өзімнің дайындап қойған қоспаларын айта кетейін. Ішіне укроп, петрушка және піспеген картошка, сыр салдым. Үйдегі бар затты қостым. Бұның орнына тәтті бұрыш, колбаса, помидор, огурцы сияқтыларды қосуға болады. Енді араластырып болғаннан кейін осындай кондитерский мешокқа қасықтап осылай барлығын салып алып, қызып тұрған майға аз-аздап салып, қуырып пісіріп аламыз. Міне осындай қылдырып, қысқа қылдырып, қиып алып, пісіріп алатын боламыз алдыртын. Біздің тәтті тағамымыз дайын болды. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.